Санаулы күндерден кейін Junior Eurovision 2019 байқауы жеңімпазының есімі Хабар телеарнасының тікелей эфирінен жарияланады. Дүбірлі додаға Қазақстан екінші рет қатысып жатыр. Биыл байрақты сайыста ел намысын Ержан Максим қорғайды. Польшаның Глевице қаласында арнайы сапарда жүрген тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы тарқатсын. Сахна, дыбыс, жарық. Ержан Максим және оның бишілер тобы қызу әзірлік үстінде. Нөмірдің сәтті шығуы осы дайындыққа тікелей байланысты. Ән орындалып жатқанда Ержан сахнаның артына жүгіріп те, киім ауыстырып та үлгеру керек. Ержанның нөмірі құрылымы жағынан шынымен де өте күрделі. Сахнада негізгі орындаушыдан бөлек проектор, балет, арнайы тапсырыспен жасалған реквизит бәрі бар. Ержанның костюмі де оңай дүние емес. Оны жобалаудан бөлек қажетті материалдар тауып, тігетін шебер іздестіру үшін де біраз уақыт жұмсалған. В общем, все отлично. Жалпы алғанда бәрі керемет, бәрі жақсы. Біздің көңіл күйіміз көтеріңкі. Ержан ерлеп жатыр. Ол көптеген адамдардың жүрегін жаулап та үлгерді. Көпшілік оның әлеуеті мен күшін көріп тамсануда. Ержанның жеңіс туын желбіретемін деген асқақ арманы бар. Бірақ бәсекелестер де осал емес. Әсіресе Польша, Австралия, Сербия, Испаниядан келген балалардың дайындығы мықты. Дей тұрғанымен ретсіз уайымдап тұрған Ержан жоқ. Өйткені мен уже көптеген конкурстарға қатыстым, уже волнение менен кетіп қалған ғой. Құрметті достар, сіздердің дауыстарыңызды күтетін боламын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Хабар телеарнасына үлкен рахмет. Айта кету керек, байқаудың ақтық сайысы осы жексенбіде Хабар телеарнасында Нұрсұлтан уақытымен кешкі сағат 9-да көрсетілетін болады. Ержан Максим үшін дауысты бүгін түнгі 1-ден бастап Junior Eurovision.tv сайты арқылы онлайн беруге мүмкіндік бар. Ғалымжан Қараманұлы, арнайы қорытынды жаңалықтар үшін Польша, Глевице.